Еңбекші аудандық соты жылды қорытындылады. Былтыр қылмыстық істер бойынша электронды және бұйрықтық тәртіпте қаралатын істердің саны 2 есе артқан. 2020 жылы 137 адамға қатысты 136 қылмыстық іс қаралса, өткен жылы олардың саны 206 адамға қатысты 202 қылмыстық іске артқан. 486 адамға қатысты қылмыстық іс қаралды. Оның ішінде көбінесе ұрлық қатысты қылмыстық істер бар. Сіздің сұрағыңызға телефон ұрлығы бар, ақша ұрлығы бар. Одан кейін алаяқтықты да өзінің орнына алады. Біраз істер бар. Соңғы кезде қазір алаяқтық электронды түрде алаяқтық көбейіп кетті. Себебі телефонмен, интернетпен келіседі, мынандай затты берем, жеткізем дейді. Сондай істерде саны өзгеріп жатыр. Субсидия алып берем, болмаса мындай көмек алып берем дегендей ондай да істер бар көп. Жалпы сол үш бағытта істер сәл көбейгені бар. Азаматтық істер бойынша сотқа 4752 арыз түскен, оның 3486-сы аяқталып, 1863 шешім шығарылған, 663 сот бұйрығы шығарылып, 522 талап арыз қараусыз қалдырылған. 33 іс қысқартылған. Жұмысты оңтайландыру бойынша ұсыныстар талқыланады, дейді судьялар. Облыстан әр аудандық соттан өздерінің заңға өзгеру туралы ұсыныстарын сұрайды. Ол ұсыныс немен байланысты, қандай негізден ондай ұсыныс беріп отырғанын көрсетіп жібереміз. Жоғары сот оны талқыға салып, соңғы келген шешімдерін қандай ұсыныс өзгеріс енгізу туралы шешім қабылданғандығын қайталап аудандарға жолдайды. Ол аудандық соттарда қайта талқыланады. Әр судья өзінің пікірін білдіріп, осы бағытта жұмыс істейді. Бүгінгі таңда дауларды баламалы тәсілдерді қолдану арқылы шешу мүмкіндіктері сотта кеңінен қолдануда. Ол отбасылық сот пилоттық жобасы және сотқа дейінгі татуластыру рәсімдері. Ағымдағы жылдан бастап сотқа дейінгі татуластыру рәсімдері заң түрінде бекітіліп, соттар осы бағытта жұмыстарын жүргізуде.